Назар аударыңыз. Корея аумағында іздеу саламыз. Оңтүстік Кореяға 2017 жылы жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам қаласының 1990 жылғы азаматы Арзыкулов Хаят Сабыржанұлы Корея аумағында із-түссіз жоғалып кетті. Баласымен күнде сөйлесіп тұратын анасы Арзыкулова Рахиманың айтуынша, баласы ең соңғы рет 2020 жылы 9 қыркүйекте байланысқа шыққан. 10 қыркүйекте анасына Хаят қайта қоңырау шалған, алайда анасы қоңырауға жауап бере алмадым дейді. Хаят Корея аумағында заңсыз мигрант болған. Хаят жұмыс орнын жақындарына, анасына біздің жұмысымыз құпия деп ешқашан көрсеткен емес. Осы азамат туралы сіз қандай да бір ақпарат білетін болсаңыз, Корея көмек арнасына байланысқа шығыңыз. Біздің байланыс сымтетіктеріміз 8210 4358 97 73.